Biz WordWall платформасында үй тапсырмасы бойынша сіздерге сұрақтар беріледі. Сол сұрақтардың толық нақты жауабын сіздерден күтемін. Грамматика әріп және чита яғни жазу мағынасына ие болады. Грамматика деген тіл ғылымының морфологиялық және синтаксистік құрылымдарын зерттей отырып, оның ішіндегі сөйлемдерді қатысын, ішіндегі басқа да категориялы ұғымдардың байланысын зерттейтін ғылым ретінде қарастыруға болады. Тағы тоқтатын бар ма? Ал Ұлдана. Сонымен қатар жаңағы қазақ тіл морфологиясын зерттеуде бізде көшін бастап берген осы Ахмет Байтұрсынұлы ол кісінің неден тіл құралы атты еңбегін алып келдім. Осының 4 бөлімі бар. Осындағы сөйлем мүшелері, сөз таптары, атаулы сөздер барлығы толықтай қамтылған. Алар тақтада қараңыздар. Кімнің суреті беріліп тұр, бізде? Бауыржан Момышұлының сөзіне назар аударыңыздар. Ұлттық мақтаныш сол ұлттың адамы үшін қасиетті әрі бұзылмас заң. Дәйек сөздің мағынасын сіздер қалай түсініп отырсыздар? Мен Бауыржан Момышұлының бұл сөзін былай түсінемін. Яғни әр қазақ адам өзінің ұлтын, атын белестерден көрінгенін қаласа, ол әрқашанда білімге немесе еңбекке өзін баулып, әрқашанда өзінің елінің мақтанышы болып, өзінің елін басқа да елдерге жайғай салып көтеріп отыру. Өте жақсы. Бұл дәйек сөздің авторы Бауыржан Момышұлы екен. Бауыржан Момышұлы туралы не білесіздер? Бұл кісі бізде 316-шы атқыштар дивизиясының батальон командирі. Ұлы Отан соғысына даңқы шыққан стратег және де тактик болған, лақап аты Шаң Тимес болған. Сөздер түбір және қосымша морфемалардан құралып тұр дедіңіздер. Ұлттық деген сөз қандай сөз? Дара ма? Күрделі ме? Дара сөз. Дара сөздің ішінде қайсысы? Негізгі ме, туынды ма? Туынды. Неге? Ұлт деген түбір морфема, тып деген жұрнақ. Мысалы үшін ұлт деген зат есімге тып деген жұрнақ қосылып еді. Қандай деген сұраққа жауап беріп, туынды сын есім, яғни тып деген қандай? Жұрнақ екен, дұрыс айтады. Зат есімнен сын есім тудырушы жұрнақ екен. Біздің бүгінгі сабағымыздың тақырыбы қазақ тіліндегі жұрнақтар туралы түсінік беру, сосын жұрнақтың түрлері және олардың атқаратын қызметі туралы осы сабақта біз не істейміз? Бүгін сіздермен танысады екенбіз. Енді сабақта таныстырмас бұрын сіздердің қолдарыңызға бағалау критерияларын ұсынылған парақшаны беремін. Бағалау критерийі бойынша мына жерде 10-нан бастап, 0-ден бастап 100-ге дейінгі балл жинақтауларыңыз керек. Жұрнақ түбір сөзге қосылып, оған қосымша мән істейтін, немесе оны түрлендіретін қосымша екен. Жұрнақ қосымшаның бір түрі, немесе морфема дейміз, балалар? Енді балалар, қазір сіздерге EducaPlay платформасы арқылы сөздер беріледі. Мұқият қарап алыңыздар. Сіздерге берілетін сөздер қандай? Туынды сөздер табуларыңыз керек. Яғни түбір морфемаға қосымша жалғану арқылы туынды сөздер жасалынады. Күнделі, киелі деген сөздер, екінші деген сөздерді алуға болады, балалар? Жақсы, осы сөздерді дәптерге жазып алыңыздар. Енді балалар, тақтаға назар аударыңыздар. Бұл жеке жұмыс. Қазір бұны тақтада орындаймыз. Тұр ма? Тақтаға айнып шығыңызшы. Әркім жұп-жұбыңызбен отырсыздар ғой, сіздерге тапсырма мынадай. Әр топтан бір-бір жұп қойып, енді әр жұп мейлінше көп туынды сөз айту керек. Түсінді ма? Жұппен бірге.
Оқушы, білімді, жұмыскер, жазушы, жұмысшы, күйші, әсемпаз, денсаулық, кітапхана, Жақсы, әрі қарай Айналым мен Айнұр. малшы, Өнерпаз, қосшы, сазгер, оқушы. кірген біріңге. Жақсы, отыра ғой. Қол шапалақтап бағалайық. Осы жерден қандай кері байланыс жасайсыздар? Бір-бірімізді бағалайықшы. Ал. кері байланыс жасады негізі өзі жұмақтың жасалған жұғым сөзі көп бірақ біз яғни сол сұраған бетте бір сөзді бір 3-4 рет қайталап яғни тосылып қалды. Тағы кім кері байланыс жасады? бірге бірнеше қосымшалар жалғану арқылы бірнеше мағынасына сөз шығады. Мысалға, басшы, басшылық оларға кете береді. Олайда қолдануға болшет, иә? Жақсы. Тақтада сіздердің аты жөндеріңіз мынадай топпен тұр екен. Қазір мен өзім осы топқа бөлемін. Сіздер сол рет бойынша топқа бөліне қаласыздар. Бірінші топқа Ерсұлтан, Риза, Аружан, Ақбота, Аудана, Ауылдастарға. Қазір мен бір сөз беремін. Сол сөзге сізден мейлінше жұрнақ қосуларыңыз керек. Жұрнақ, жалғау емес. Жұрнақ. Біз жұрнақтары Л, дай, ш, с, ша деген жұрнақтарды алдық, яғни тауық, Қандай сұраққа жауап береді? Тауық қай сөз тағы? Записін. Қазір бізге берілген бір бала сөзі болды. Біз оған қарай Сөз табы. бұл бізде бала тәртібінде оған сөз тілгенше сөз тудырушыны құраған арқылы сөзді өңдегенбіз. бала түзетулері, оқыған бізде жұрнақ. Яғни записін төлдіруші. Жақсы. Үшінші топтың жұмысы бағаңыз, аха? Үшінші топтың жұмысы бізде түбірі тас. Яғни үшінші топ өте жақсы жүйелі айтыпты. Олар тасшы, мысалы, әр жұрнақты жалғаннан кейін қандай сөз сабына айналады, қандай жұрнақ екенін, ол жұрнақтың түрі, ерекшелігін айтып берген. Осы қағазда естесіздер Батырға хат жазасыздар. Бауыржан Момышұлыға хат жазасыздар. Бауыржан. Құрметті Бауыржан Момышұлы, сізге деген ерекше құрметпен хат жолдап отырмын. Сіздің ерліктеріңіз бен қаһармандық істеріңіз ұрпаққа үлгі өнеге. Әрбір сөзіңіз бен ісіңізден ұлтшылдықтың, адалдықтың бейнесін көреміз. Осы хаттың ішінде сіздерге қай хат ұнады? Осы Бауыржанның хаты өте қатты ұнады. Себебі Бауыржанның хатында құрылымы сақталған, яғни оның басшыға кімге арналғаны және хат кімнен екен жазылған. Бізге басым көпшілігі Бауыржанның хаты ұнады депсіз. Олай болса, Бауыржанды біз автор орындауға шақырамыз. Балалар, үйге тапсырма ретінде сіздер жұрнақтың түрлеріне байланысты көркем әдебиеттен мысалдар жазып кестік. Шықты ғой, қолдарыңызға бағалау парағын бердік. Мынау критерийлар бойынша өздеріңізді 0-ден бастап 100 деген балл арасында бағалауларыңыз керек. Интербелсенді тақтадан сіздер мына платформаны көріп тұрсыздар, подъезд тақтасына QR-кодты қосу арқылы бүгінгі сабақ бойынша өздеріңіздің пікірлеріңізді жасап, рефлексия берсеңіздер. Әрі Алтынбек бәрі керемет депті. Одан кейін маған сабақ ұнады, бүгінгі сабақта біз жұрнақ туралы оның түрлері жайында ақпарат алдық. Көптеген мәліметтер білдім, сабақ өте әсерлі өтті дейді. Бүгінгі сабақта тек жұрнақтың түрлерін, соның барлығын білдік. Сонымен қатар тек қана тақырыпты ғана өткен тақырыпты да қамтыдық және де Бауыржан Момышұлының қанатты сөздерін оқып және сол арқылы талдау жасадық. Жақсы. Бүгін біз тек қана осы жұрнақты ғана өтіп көрдік. Сонымен қатар Бауыржан Момышұлының туралы көп білдік. Мысалы, Бауыржанның көптеген дәйек сөздерін мысал ретінде алып, соның ішінде көптеген осы жұрнақ немесе тоң сөздерді алып, соның ішінде жұрнақтарды ажырату арқылы біз бүгін тақырыпты жақсы түсініп деп айта аламыз. Балалар, рахмет. Олай болса, сабағымыз аяқталды. Келесі сабақтарға да осындай жақсы белсенділік танытады деп ойлаймын. Жақсы, сау болыңыздар.